Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі сабағымызда қарсылашы бар сыпаттардың ішінен төртіншісі болған әл-итбақ және аның қарсысындағы әл-инфитах сыпаттарымен танышып өтеміз. Әл-итбақ деген сөздің лексикалық мәнесі жабу, жабыштыру деген мәнелерді тудырады. Әлемен терминдік мәнесі тыбышты айтқан учурда тілдің алды жағы көтеріліп, әлемен түбі қарсысындағы таңдайға жабышқандықтан үндің тіл менен таңдайдың ортасына қысылып қалады. Мына ушул кысылуунун натыйжасында итбак тыбыштары истиала тыбыштарына караганда жоонураак окулат. Итбак тыбыштары жалпысынан төртөөлө. Алар сод, лод, то, ло тыбыштары. Жыйынтыктап айтканда, демек 29 тыбыштын ичинен 7 тыбыш истиала тыбыштары эң жоон окулат. Алардын ичинен дагы итбак тыбыштары, ачыктап айтканда сод, лод, то, ло тыбыштары дагы жоонураак окулат. Ал эми әл-итбак сыфатынын каршысында әл-инфитах сыфаты. Әл-инфитах деген сөздүн лексикалык маанеси ачылуу, ажыроо деген маанени туюндурат. Ал эми терминдик маанеси инфитах тыбыштарын айтканда тил өйдө көтөрүлбөйт. Ошонун себебинен тил менен тандайдын аралыгы ачык болот. Ачык болгон себептен үн тил менен тандайдын ортосунда кысылбай чыгат. Ушул кысылбай чыккан себебинен инфитах тыбыштары итбак тыбыштарына караганда ичкерээк окулат. Инфитах тыбыштары жалпысынан 25 тыбыш. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбызда әл-итбак жана анын каршысындагы әл-инфитах сыфаттары менен таанышып өттүк. Аллах таала бардыгыбызга Кур'ани Каримди туура талаптагыдай окуганга мүмкүнчүлүк берсин.